Жаздың дәмін қысқа сақтап қойғыңыз келе ме? Баршаға сәлем. Шиенің шырыны қазақ дастарханындағы нағыз қонақ кәде. Табиғаттың өзі сыйлаған тәтті дәм. Бүгін сіздермен 30 жылдық тәжірибесі бар мамамен бірге компоттың жасалу жолын көрсететін боламын. Қолдау мақсатында каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгін таңмен таласа ерте тұрып, атам базарға барып, бізге толтырып шие алып келді. Сөйтсек, көрші үйдегі атамыздың сатып тұрған шиесі екен. Ол шиенің бір бөлігін жуып жедік, тағы бір бөлігінен варенье жаптық. Холодильникке қатырып қойдық. Және де ең бастысы бүгін компот жасайтын боламыз. Ол үшін мынандай банка жапқыш қажет болады. Немесе өзіңіз қолданып жүрген ыңғайлы банка жапқышты ала беріңіз. Компот жабуға үлкен көлемді банкалар қажет. Біз 3 литрлік банкадан 10 банканы жақсылап жуып, шайып, осылай төңкеріп кептіріп қойдық. Сосын банкамызды стерилизациялау үшін осындай шәугімді қолданатын боламыз. Шиені банкаға салып, суын төгетін кезде шиеміз төгіліп кетпеу үшін осындай қақпақты қолданатын боламыз. Үйдегі ең үлкен кастрюлемізге суды толтырып құйып қайнатамыз. Бұл су әрине жетпейді, біз тағы да екінші рет қойып тағы да қайнатып алдық. Банканы жабу үшін осындай арнайы қақпақтар қолданатын боламыз. Біз өте тәтті компот жасайтын боламыз, сондықтан көбірек қант керек болады. Банкамыздың қақпағын стерилизациялау үшін бөлек ыдысқа қайнатып алуға болады, немесе біз сияқты қайнаған суды үстіне құйып қойсаңыз да жеткілікті. Банкамыздың өзін де стерилизациялау үшін осы шәугімге суды қайнатып алдық, және де банкамызды ішіне салып қоямыз. Банкамызды қайнап тұрған будың үстіне қойып қоямыз, 15 минуттай қайнатамыз, сосын алып, келесі банкаларды да дәл солай қойып шығатын боламыз. Ыдыстарымызды стерилизациялау өте маңызды, әйтпесе банкамыз атылып кетуі мүмкін. Стерилизациядан өткен банкамызға қолмен 3 уыстап шиемізді салатын боламыз. Барлық банкамызға солай жасаймыз, сосын суымыздың қайнағанын күтеміз. Міне суымыз қайнады, енді банкамыздың үстінен қайнаған суымызды абайлап құйып шығатын боламыз. Сосын қақпағын жауып қоямыз. Және де басқа банкаларға да барлығына қайнаған суды толтырып құйып шығатын боламыз. Біздің қайнаған суымыз 5 банкаға жетті. Енді қалған банкалар үшін біз тағы да суымызды қайнатуға қойып қойдық. Суымыз қайнай салысымен қалған 5 банкаға құйып шығатын боламыз. Компоттың түсі неге қызыл емес деп ойлап қалмаңыз, ол кейін қант салған соң қызарып шығатын болады. Қайнаған су құйылған банкаларымыздың барлығын басқа кастрюльге алып төгіп шығатын боламыз. Яғни әр банкамызды жеке-жеке осындай кастрюльге құйып аламыз, суын толықтай қайнатамыз, банкамызға қантымызды қосып, үстінен осы қайнаған суды құйып, сосын банкамызды жабатын боламыз. Міне біздің банкамыздың бірінші құйылған суы қайнады. Бұрқылдап жақсылап қайнатамыз, ал суы төгілген банкамыздың үстінен қантымызды қосамыз. Негізі 1 кружка қант қоссаңыз да болады, бірақ біз 3 кружка қант қосамыз. Үстінен өзінің қайнаған суын толықтай құйып шығамыз банканы жапқанша. Қақпағын жабамыз, және де банка жапқыштың көмегімен банкамызды жауып аламыз. Біз қолданатын банка жапқыштың механизмі мынадай. Яғни қақпағы жабылған банкының үстіне банка жапқышты тіке орналастырамыз, және де оңға қарай толықтай айналдырып шығамыз. 3-4 айналдырған кезде өзі тоқтайды, демек банка жабылды деген сөз. Бірақ сонда да тағы тексеріп шығу қажет. Толықтай артқа қайтадан бұраймыз да, сосын алға тағы бір рет тексеріп бұрап шығамыз. Міне енді толықтай банка жабылды. Сосын 2 қолмен шашықпен ұстап банкамызды жатқызамыз. Ары-бері жақсылап айналдыратын боламыз. Оның себебі ішіндегі қантты толықтай еріту қажет. Видеода көргендеріңіздей аппақ қантымыз бар. Қазір айналдыру барысында ол толықтай еріп кететін болады. Сосын жаймен банкамызды көтеріп, осылай төңкеріп орналастыратын боламыз. Дәл осы әдіспен келесі барлық банкаларымызды жауып шығатын боламыз. Бізде жалпы саны 3 литрлік банкадан 30 литр компот шықты. Қып-қызыл өте тәтті компот болып шығады. Қыстың күні өздеріңіз рахаттанып ішетін боласыздар. Компоттың барлығын төңкеріп қойған соң, үстінен жылы көрпе немесе плед жауып қоямыз. Өзінің ыстығын, жылуын сақтап тұруы қажет. 1 күн немесе 2 күнде тұрса болады. Компот толық суыған соң, банкаларды басқа орынға ауыстырып қойсаңыз болады. Яғни қараңғы, күн түспейтін және салқын орында тұрғаны жақсы. Бұған дейін айтып өткенімдей, біздің компот өте тәтті болып шығады. Сондықтан компотты ішетін кезде сумен араластырып ішесіз.
сонда 30 литр компоттан тіпті 60 литр компотқа дейін шығады. Егер рецепт пайдалы болып ұнаған болса, каналыма тіркеліп өтіңіз. Жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Және де сіз қалай компот дайындайсыз жаза кетіңіз. Келесі көріскенше.